жаңғырту керек. Мынаны дұрыстап жөндеу керек. Жазулар былай көрініп тұр, бұларды да дұрыстап жазып. Ей Аллай, шыбын жанай. Портреттер кейбіреулері жоқ, орнына бекітіп. Осыны дұрыстау керек, жігіттер. Осыған бір ақша жинау керек. Мына көше ғой, мына есік, кіретін есік. Мына осы жерге пасынкалардан клумба жасасақ, сосын соның ішіне гүл отырғызып қойсақ, көп жылдық гүлдер көше жағына әдемі болып тұрады ғой. Мына ағашты кесу керек, бұтақтарына сынып атқан бұтақтарын, қурағандарын. Анау ағаштарды кесіп шығарып тастау керек. Бәке бар, дядя Володя бар. Так, кім бар? Әділбек бар, Нұрсайын. Мынаны бастап кеттік, кірісіп кеттік. Ал бұлай қоршап бастадық. Жер тегіс емес. Бірақ бізге әйтеуір мал кірмесе болды, қой ешкілер кірмесе болды. Ал мына дядя Володя, сварщик, дәнекерлеуші. Мына қақпаны жасап қойдық. Так. Так, аш. Ішіне кірейін. Так. Құлыпты үш жағынан салып тастаймыз. Мына жерге. Ол деген анда-санда ашылатын қақпа бізге. Күн сайын керек емес. Солай ма? Вот. Надо поменьше говорить и побольше делать, да? Болтать мы все мастера, то. Надо делать, жігіттер, істеу керек. Ал, міне бір жағы қоршалды. Мына жерден әйтеуір қой ешкілер енді астынан кіре алмайды. Ассалаумағалейкум ауылдастар. Ал мына портреттерді жаңартамыз деп айналысып жатырмыз ғой. Басқа материалға жасайық деп тұрмыз. Мынандай баннер емес. ПВХ материалға 5 мм ма 8 мм қалыңдық. Бірақ мына кейбір суреттерді компьютермен де түзете алмайды. Сондықтан үйлеріңізде болса, мына аталардың суреттері, фотолары анық, жақсы. Соларды хабарласыңыздаршы. Сосын мынаға жоқ фотолар болса, мына жұлдыздарды алып тастап, бәрін. Сол арасына сыйғызып, тағы қосымша портреттерді салайық. Нешеу сиятты. Баннер деген мынау ғой енді. Ашылып кетті де, болды, жыртылып жатыр. Арзанға шығады баннер, бірақ ол бір жылға да шыдамай қалуы мүмкін. Сондықтан баннер емес, ПВХ материал, поливинил хлорид. Сондайға жасатамыз, кішкене шыдайды. Кейін одан да дұрысына жасатамыз ғой. Ескерткіштің мына жағының өзі 3,5 метр биіктігі. Енді аржанда тағы 4 екен. Одан көбірек бола ма? 7 метр леса жарап қалар. Енді алыстан дұрыс көрінбейді. Фон мынандай сұр. Қандай түспен бояған дұрыс болады? Мына жағы көптен бері ақталмаған, сырланбаған. Мына жерде бұрын газ баллон тұрды. Трубкамен алдына қарай шығып, от жағып жүрді ғой.
Жоғары жағына тастары өгіліп құлап жатыр. Соны бір тостап жіберіп, үстінен сосын қаңылтырма пластикпен жауып тастау керек. Қар, жаңбыр тимейтіндей етіп. Ұзыннан кеткен, ұзыннан. Жарылып тұрған. Таспен қалаған асында мұнан да... Яубакиров Марат ағаш кесудің шебері бол. Жіберме, тарта бер, тарт, жіберме, тарт, қашындар. Ой, Алла, шыбын жанай. Қорап тұрған үлкен ағаштар кесілді. Енді орнына басқа ағаштар отырғызамыз. Мына қураған бұтақтарында кесу керек болады, бірақ бұл биікте гидроподъемник керек. Асылхан сол тек қана қурағандарды, ортада біршама қураған екен. Тірі бұтақтарды қалдыр, кеспе. Әлібек көң алып келді. Осыны пайдаланамыз. Ағаш гүл еккенде. Мына жерден кіргізіп тасимыз ғой. Азамат Болатұлы бастап жатыр. Осы жерде гүлдерді отырғызамыз. Осы жерден бастап, ана бұрышқа дейін. Көң алып келіп, тағы араластырып, сосын гүл отырғызамыз да. Қыздар құйып тұрады ғой. Рахмет, Азамат. Қуаныш, Тілек, Қасым, Клара Емеліна, Айгүл, Назым, Нұргүл жүр. Ана жерде Қайрат, Әлібек. Мына балалар, балалар абайлаңдар ай. Міне қыздар қораған бұтақтарды кесіп тастаған тасып жүр. Клара Емеліна класс көрсетіп жатыр. Міне осылай қыру керек, тек сыйпаламай, кәдімгі шындап қыру керек. Клара Емеліна біледі ол енді. Аны Айгүлге ауыр көтерме десем, бұл деген Самат жаман үйретіп саған екен. Мына бір мұғалім апайлар ауыр көтермеңдер десем қоймайды. Кәдімгі тасып жүр. Ауылдың ақсақалдары келіп көмектесіп жүр. Ақсақалдар. Ой, рахмет. Қазір қалай дейді Қайрат? Алла разы болсын дей ма? Телефоннан қарайды да, жастар. Алла разы болсын, Алла разы болсын деп. Сайлау солай ма? Әйтеуір Алла разы болсын деп айтып отырады әйтеуір. Рахмет деп. Соған мәз боламыз ғой енді. Мына жер ойпат болды. Жайлап тегістеліп жатыр. Ал қыздар, көңіл күйлерің қалай? Көтеріңкі ма? Тополь пирамидали көктерек. Қазақша пирамидальный қалай болады? Суда 1-2 сағат тұрсын деді. Пирамидалық па? Ал мына Бақытжан деген азамат алып келді. Алтын алма тур, жауапкершілігі шектеулі серіктестік және Байтақ Жасылдар партиясының мүшесі, біздің облыстың филиалының бастығы, төрағасы Мұштанов Бақытжан деген. Ал рахмет бәке. Шығып кетсін. Ауылымыз көркейетті Құдай қаласа. Міне бержінің қыздары, жігіттері келіп, жабылып, ағаш отырғызып жатыр. Көшеттерді. Мынаған көң салынады ғой бірінші, да? Сайлау бастаған бригада. Ал міне Аянғалиев Нұрлан келіп қалды Бозайдан. Ой, рахмет, көмекке келіп жатсың ба? Рахмет. Қаттай бір көмектесіп кетейін бірек аш болса да. Рахмет. Ертең мына жайқалып тұрғанда мына жерде үлкен саябақ болып, сонда менің де үлесім бар деп айтасың ғой. Рахмет. Ана балаларға үйрет, қалай отырғызу керек екен. Білесің ғой, ағаш қалай отырғызу керек екен. Нұрсай келді. Бақытжан. Дым терең болып кетті шұңқырлары. Тағы саламыз. Міне 11-ші сыныптың оқушылары. 11-ші сынып па? 10 жоқ па?
Жарайсыздар жігіттер, рахмет. Рахмет жігіттер. Көмекке келіп жатыр. Салайық, тағы бір арба салайық. Дым терең. Мынау Нұргүл, мынау Сырымбек, мынау Пайша. Көмекке келді. Ағашқа су құйып жатырмыз. Ал бесшімелей деп мына бірінші шелекті егіп жатыр. Қанибек аға бар, Әлбек бар, Қасым жездем бар. Сашкин ағашым бар мына. Сырымбек. Ішке сәт енді жігіттер. Алла отса ертең пағадеттен бастайын. Серікбай қолынан келеді екен. Строительно-коммерческая фирма Наурыз, Губайдуллин Азамат. Мына осы лесаны беріп жіберген. Оған рахмет. Бұл болмаса істелінбейді оған өзіміз. Мына Ғалиолла өзі кірісіп кетті. Сықитам дейді қазір. Жылтырат қоямын дейді. Сықитам деп айтқан жоқпын. Қолымнан келгенше деді. Істегесін дұрыстап істеп қойынды. Бір 20 жылға шыдаса жарайды. Жоқ, 20 жылға. Ғалиолла мін жақты қалап болды, енді үстіне раствор жағып жатыр. Так. Мынау жартысы сырланды. Серікбай мен Нұржан сықитып тұр кәдімгідей. Жұлдыздың ішіне түсіп кеткенсің ғой, ей. Өзіне қойып көрек ана. Жоқ, ұстап, ыңғайлап беремін ұстап алуға. Қай жерге қандай? Ал айтты, жақындатып қойып, ана орнайын. Мүмкін ертең кім бар? Екі іскеріп қал мүмкін. Анау не ме? Роуны қоймаса не істей ме? Байқандар, білдеп беремін. Маған ауыр. Осылар ма 90 келі? Жіберейін ба? Жібер. Артымен жүре аласың ба? Мен жүрейін ба? Жанымен жүре алған қайсысы ол? Арбамен келмейме екен, Ана кісіге бар. Группа жазылып жүрсер, бірден таватыр. Группа жазылып Мына жігіттер үйреніп алды. Мына лесаны қырып. Туғайып Марат келді бүгін. Сәке, Қылымбек Өтеш, Сабыржан, анау Азамат Мұқатов. Нұрдәулет. Ей, екі кісі жарайды. Асықпа. Жақты қыздардан келіп тұрған Клара Емельевна. Түгел алатын болдық қой енді мына. Так, брусчатканы бүлдіре алмам, брусчатка. Жайлап. Кішкене алып тайына керек. Екеулеп көтір, белдерін ауырта алмайды басқа. Жұмыс көбейіп жатыр да? Бүгін 28 сәуірдің. Мына Асқар келді, Нұрболат, Сайлау, Аслан мен Марат. Маратман бүгін аяқтайым дейді. Сосын ақтаймыз, Алла қосса. Аслан бордюрлар қазір сықитып қойып берем дейді. Түп түзетіп, теп-текс етіп. Рахмет. Алла разы болсын. Бордюр қою басталды. Орнату біреуі тұраны жерде. Шеткісі осымен сосын екеуін қойып алғаннан кейін тартады ғой. Марат, түп-түзу болса ертең көз тиіп кетеді. Сосын күндіз түні маза бермейді саған. Марат, бордюр қойып берші деп. Қыста мынандай жапалақтап жауған жоқ биыл. Ал керек болса.
Ал мына алдыңғы жағы тұрып қалды. Бұл жерде клумба болады. Гүл отырғызамыз. Мына жерде адамдар мінетін жері, егер гүл шоқтарын қоятын болса, осы жерге сайлау осылай күтіп отырады. Қабылдап. Бастап кетті әйтеуір стяжка. Бүгін бітіреміз ғой. Цемент жаңа жетеді деп жатыр еді ғой. Анау мынау емес әйтеуір. Ертең жарылып кетпесе болды ғой. Алла ішіміз жаңа. Ерлан да келді, күрекпен жақтырып жатыр. Сен нешінші сынып оқисың? 8 оқитын. Айбек, Кенжебаев Әлбектің баласы. Ол кәдімгі шындап көмектесіп жүр. Мынаумен тасып жүрміз енді. Үйден. Нұрғасы мен Жомарт менің жеке грузчиктарым бүгін. Так, 2 рейс әкеліп тастадық гравий. Енді бұл 15 сағат алып келсек, жетіп қалар. Тек қана ручка, қалам емес, күректі де ұстап біледі екен мына жігіттер. Жарайсыңдар, күш көп болсын. Алла разы болсын. Ал енді жетеді ғой мынау, а? Ана мына жинап цемент. Жарайсыңдар, ал міне. Үлкен кісілер ертең гүл шоқтарын қойғанда мына жерге сүрінбей өтсе болды ғой. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар жігіттер. Жарайсыңдар. Тек анау бітпей қалды. Мынау неше күн кебет стяжкалар? 2 күн. 2 күн. Нормальный погода тұрса, тамыр жаумай не істейін. 2 күнде кебет болады ғой. 2 күнде онда мынаған көң тасып, гүл егіп тастау керек. Мына жұмыста бітіп қалды бүгін. Жігіттердің арқасында. Қалының құйылды кәдімгі. Гравиіміз жетпей, цемент аннамын ізіп, қаладан алдыртып әйтеуір. Осы жігіттердің арқасында. Сервердің отызы. Марат екеуміз жүрміз. Басқа жігіттердің қолдары тимей жатыр. Келер енді. Бүгін жоғар жағы бітіп қалса, ақтап тастау керек. Дұрыстап сырлап қою керек. Содан кейін барып мына әріптерге кірісу керек болады. Дұрыстап қойып, тазалап, қайтадан жазу керек болады. Әлгі жігіт кел. Бетін көрсетші кәдімгі. Мына жерді сырлап жатыр. Ағарып қалады, аппақ болып. Мынаған бөлек гүлдер еккеннен кейін құйып тұратын анандай лейкалар алу керек болады, 2 күнге. Осында болсын. 5-6-ын алып, сол саябақта бірге болсын сол. Міне Темірғалиев Нұржан келді. Қазір сағат 1-ден кетті ме? Түстен кейін қайтадан қолым тимейді, жұмысқа кетем. Түскі ас уақытында қолымнан келгенше, үлгергенше көмектесіп кетейін, шаруа істеп кетейін деп. Рахмет Нұржан. Міне қыздар жағы гүл егіп жүр. Қал қалай. Биогумус деген сатып алдық. Міне осылай. Лилияларының арасына жаңа петуния деген. Мансия болмаса осы. Алла ішімін жанай. Так, сосын мына жерде Сақпаев Қайрат 30 мыңға тіктіріп, мына жалаушаларды беріп жіберді.
трос сатып алдық. Енді қыздар міне тізіп жатыр. Ертең мына жоғары жағына іліп қоямыз. Алла қаласа. Әдемі болып тұрады. Солай ма? Қыздар ілгесін әдемі болып тұрады ғой әрине. Әзірге мына алдыңғы жағына, саябақтың алдыңғы жағына ілеміз. Міне сайлау тазартып жатыр. Мына жерде сәке бояп жатыр. Бірден осыларды ертең дәнекерлеп қоямыз да жалаушыларды осыған бекітеміз. Автокөлмен кеткен оны. Мына сырымен азамат келіп, мына жазуларды дұрыстап жатыр. Клара Мюллен деген бастық. Мына қыздарды жұмсап тұр. Мына әдемі болып қалайын деп тұр. Сырт жағы боялды. Ассалаумағалейкум ауылдастар. Міне Қаныбек аға өзі істеп жатыр. Бұрынғы раманы кесіп адам бері жалғыз өзі кесіп тастаған, ешкім жоқ. Біздер белгілі себептермен келе алмай қалдық. Видеоға түсіріп жатсың ба? Міне, Серікбай бұл маляр емес, бұл реставратор. Кәдімгідей сықитып қойып, теп-тегіс қылып. Енді мынаған суретші болса, мына киімдерін жасылмен, ілгектерін сарымен, мына автоматтарын қарамен бояп қойсақ. Көздерін қарамен, кебірлерін көкпен енді. Фонар қойса? Мына жерден, онда жасармыз, Алла қосса. Мына плафондар, мына орындықтар сырланды. Жақсы болды. Қыздар ерледі бүгін. Екі отырғыш. Сосын мына сахнаны сырлап қойды. Мына сахнаның бетін дұрыстасақ, дұрыс материалмен қаптап қойсақ, жақсы болар еді. Бояғанда осылай болып тұрады да міне. Кепкеннен кейін ағарып кетеді. Бірақ цветовая гамма деген нормальный сияқты да краскаға. Қандай сөздерді білесің сен? Цветовая гамма деген мен білмеймін ондай сөздерді. Барымызша бояп жатырмыз әйтеуір. Қараңғыда түсіп кетті мыналар жанды. Светильниктер. Жанғаны көрмейді ғой светильниктің дұрыс. Міне Садовой Владимир. Бақытжан ағамыз жүр. Света. Света командир сегодня. Бұйырып тұрасың, оңға, солға деп. Мынандай етіп, дәнекерлеп әзірлеп жатырмыз. Екеу көмектесіп жүр. Ой, рахмет. Светаны, ұстап алдым Светаны, кетіп бара жатыр еді. Света, сен школға қарай деме, мектепке қарай деп дұрыстап сөйле. Қазақ емессің ба? Жоғары жағын мектепке қарай деп. Командир. Бұлай жалаушалар ілініп келе жатыр. Әділбек деген жігіт келді әйтеуір. Бойы да бар, ойы да бар әйтеуір. Мынау Ғизатолла келді. Біздің көшен жігіттер ғой мынау. Сайлау енді осында ол күн сайын жүреді сайлау. Сайлау болмаса мына жұмыстар бітпес еді. Мынау шел болып тұр. Міне Мерген ағамыз келіп, бір шама бояп, манда бір 3 сағат жүрдің ба?
Saat olған жоқ, saatша. 3 сағаттай жүрді ғой, 3 сағаттай. Рахмет, әдейі қаладан келіп тұр көмектесуге. Ой, рахмет. Бибігүл келді. О, жақсы сырлайды екен. Оқыдың ба? Иә. Худграф бірді оқыдың ба? О, жарайсың. Бүгін кісі жиналып, мұғалімдер келіп мені. Бүгін бәрі бітіп қалайын деп тұрған сияқты осы. Мына жерде мәдениет үйдің басшысы келіп, күміс өзі. Сенде дұрыс бояп атқан жоқсыңдар деп үйретіп жатыр. Ой, рахмет. Гүл бар, қазір алып келеміз. Ал, міне. Ескерткіштің алдына гүлдер. Қаныбек аға өзі ойып жатыр. қолымды ұстамаса мына кәдімгідей. Енді сырлағаннан кейін әдемі болып тұрады, көрініп тұрады. Қалай, бұлай жайлап көрініп отыр ғой. Анық көрініп отыр. Ал, міне Асылбек ағамыз келді, консультант, тексеруге келді. Прораб деп айтайын ба? Азамат келіп, әйтеуір жастардың күші көп. Жақсы болды. Әйтпесе сайлау екеуміз мына екеуіне деген жарты күн жүреміз ғой да? Жоқ, бір аман табамыз. Қасым құда ойып отыр. Жұмыстан босап келіп. Мен жақта Құрманай жұлдызды кәдімгі сықитып отыр. Сен өзің сөретші екенсің ғой кәдімгі. Қолың ыңғайлы, тамызбай, ағызбай. Білмей жүрмін. Енді білеміз енді. Мен жақта универсал Бибігүл деген әнші де, биші де, сөретші де, әйтеуір. Сайлау деген қандай бақытты жана? Кәдімгі универсал ғой. Кәдімгі қол дірілдемейді, ешқандай. Мына бір ағаштарымыз алыстан көрінбейді, толтырып егіп қойғанымыз. Жолдан қарағанда бұлар көрінбейді. Бірақ ертең өскеннен кейін жайқалып тұрғанда осы жерде кәдімгі керемет саябақ. Бір шағын орман болады ғой мына жер. Сағат 11 болды. Біздер әлі жүрміз. Мынау Нұржан әріптерді ойып жатыр. Мына жерде Ербол, Аслан, аржанда Сайлау. Бұлардың арттарында бар ғой. Директор жүрміз. Ей, Алла ішімін жанай. Жасына қарай үлкендерден бастап 9-шы жылғы, 91-ші жылғы деп портреттерді орнатып жатырмыз. Мына жерге енді қаза болғандар бірінші кетеді. Фотосын жіберіп үлгергендер 14 бекен мына жерде. Қалғаны ардагерлеріміз. Мына жағында 24, мына жағында 24. Енді біреулер естімей қалдық, үлгермей қалдық деп, енді ондай бұрын тұрып еді, қазір неге тізімде жоқ деп айтып жатқандар бар. Бұрынғы портреттер мында баннерге жасалған, айғыз, бұрынғы сыры ағып, ондай білмеймін, тіпті жаман болып тұрды, қасақана жасағандай. Мынау бұрынғыдан әлде қайда жақсы, әдемі. Мына ескерткішімізде оңдалып жаңарып қалды әйтеуір. Жігіттерге рахмет, біршама жұмыс жасалды. Күш кетті осыған. Жүйкеде тозды. Енді мына фамилияларын жазамыз. Алла қосса дұрыстап. Ана ою керек. Алдағы уақытта толтырып қоюға болады. 2-3 жылдан
содан кейін осы ескерткіш балансқа алынса акиматтың бюджеттен ақша бөлгізіп мына жерге кәдімгідей граниттан ба плиталар жасатып дұрыс фотоларын тауып мына угольниктарды алып тастаймыз да дұрыстап кәдімгідей орнатамыз. Алла қосса жоспарымыз сондай ауылдастар. 11-ге 20 қалды. Жаңбыр тамшылап бастап жатыр. Нұржан, Қасым екеуі. Он бірге дейін бітіреміз ғой. Алла қосса. 11-ге 1 минут қалды. Үлгердік. Мына жаңбырда әйтеуір. Жас ұлтына кабельді айырып тастау керек. Қасым құда мен Нұржан соңына дейін әйтеуір аяқтады. Енді жазу қалды енді. Жел жоқ та. Жалаушалар кәдімгідей әдем болып тұр. Сән беріп тұр саябаққа. Мына гүлдер ертең тағы да өсет, құлпырып. Кеше отырғызған ауырып тұр ғой. Мына есікті балалар жаппай кетеді. Мына сиырлар соны бағып жүреді. Мына гүлдер осылай. Енді ана отырғызған көшеттеріміз, ағаштарымыз жіп-жіңішке болып көрінбейді алыстан әзірге. Бірақ ертең өскесін жайқалып, кәдімгідей керемет саябақ болады. Осын үшін дұрыстап тазартып қойсақ, бүкіл тас, шифер, әйнек, сынықтардан балалар жалаң аяқ жүре алатындай ертең. Мынаны мұғалім қыздар сырлап қойды. Әдемі қылып. Орындықтарды сырлап қойды. Мына плафондарды сырлап қойды. Бір сахнаны сырлап қойды. Орынуларды бәрін. Үлкен баннер тұратыны темірлерін бәрін сырлап қойды. Бояп қойды. Әдемі болды. Вечная память землякам анкатинцам. Міне. Ертең деген керемет әдемі болып тұрады. Мына баннер орнатылды. Ұлы Отан соғысында қаза болған аңқатлықтардың есімдері мәңгі жасасын деген. Осылай алыстан түсіргенде міне. Анда енді орысша жазу бұрыннан бар ғой. Вечная память землякам анкатинцам деген. Осылай жанып тұратын болар енді. Қыздар әлі жазып бітірген жоқ. Бибігүл, Құрманай, Нұргүл. Ғалиолла шыдамай өзі келіп, барып, қалаға барып, қылғалам сатып алып. Сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Құтты болсын. Ерақаң тексеріп жүр. Бәрі дұрыс па деп. Құрманай әйтеуір қитып жатыр. Тағы бір тексеріп шығамыз. Қалқан жоқ па екен? Өтер нүктелері. Ой, айналайын. Осы Құрманай болмаса, жазылмай қалар еді. Үлгермейтін едік. Рахмет саған. Алла разы болсын. Досқалиев Кенжеғали, Құрманғалиев Ибат, Исаков Мырзагерей, Темірғалиев Ғаббас, Брекеев Ғайнула, Мұхаммедғалиев Сабыр, Қайырлиев Қожабек, Ізбасаров Бесенғали, Суханов Нығмет, Короче Иван,
Баймағамбетов Қосай, Тілеуғалиев Ғазиз, Сүлейменұлы Тілеш, Мұхамбеталиев Ғасағали, Абдухалик Жәлен, Стамғазиев Тілеген, Нұрышев Ғайнолла, Идресов Шапай, Сегізеков Рахмет, Мұхамедияров Сағат, Назарбаев Исағали, Ихсанғалиев Миржан, Ізбасаров Мажит, Қайырғиев Өтепберген. Бұл сол жағында. Сосын аяқтадық. Енді айналасын жинап тастау керек. Сейіл Сапар ағайлар келіп, мана гүл шоғырын қойып кетті. Ахметов Зейнолла, Молдағалиев Лұқпан, Сақпаев Салық, Медеуов Абылқайыр, Садықов Мажит, Абакиров Сәлімгерей, Арстанов Әділгерей, Ізбасаров Сәбит, Елманов Садық, Қадыралиев Ғадылпанар, Таубаев Садық, Аралбаев Ахат, Ихсанғалиев Амин, Исалиев Мақсұт, Рахметов Қисым, Жамелидинов Ғаниден, Кашкенбаев Қажгерей, Абакиров Балташ, Қойшығұлов Мақсұт, Қазиев Құтбай, Жанесенов Зайнолла, Балахметов Жақсыгерей, Өтегенов Орынбасар, Рекеев Зинат. Ал осы кісілердің фотолары жіберіліп 48 портрет іліп қойдық. Мына ескерткішті жақсылап тұрып жөндедік. Мына жерге бетон құйып, алдына осындай гүлдер дегіп қойдық. Ауылдың жігіттері, қыздары, қыз-келіншектері саябағымызды аяқтадық. Ағаш гүлдер егілді, тазартылды біршама. Әлі де тазарту керек саябақты. Алла қосса ертең мына жерде ардагерлер саябағы деген жазу орнатылады. Ана темірге. Кеште жанатын қылып солай орнатып береді Алла қосса. Бүгін мамырдың 7-сі 2025 жыл. Ат салысқан, көмектескен азаматшаларға барлығына рахмет. Көбеев Орынбасар әкеміз 85 жастағы кісі осы баннерді өз ақшасына жасатып, мына отан соғысына қатысып, елге аман оралып, еңбек еткен аңқатлық майдангерлер, сосын астына отан соғысы кезінде елде қалып, аянбай еңбек еткен қариялар, бұл енді бронь деді ғой, соғыс кезінде. Бәрін соғысқа жібермей, ауылда да енді жұмыс істейтін кісілерді қалдырды ғой, жібермей. Сол броньмен қалған кісілер. Әрине бұл тізім түгел емес. Ол әлі толықтырылады. Керек болса тағы осындай баннер шығарамыз алдағы уақытта. Бұл үлкен кісі өз қаражатына жасап, өзі тапсырыс беріп, типография жаңа баннер шығаратын жерге ауылға алып келді. Орынбасар ағай Көбеев. Баннерді жігіттер орнатып қойды, каркасын бекітіп қойды. Жел болса да ертең құламайды. Сосын мейрам біткеннен кейін баннерді атып алып, мәдениет үйіне ме, мектепке ме іліп қояды, күн тимейтін жерге. Мына ардагерлер саябағы деген жазу дайын болды. Ал керемет жанып тұр. Телефонмен дұрыс көрінбей тұр ма? Бұлай түсірсем көрінеді ғой міне. Ал, бәрі әзір де болады.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый листвизной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен